Төркіні алыстыратын әйелдер ол ең батыл, ештеңеден қорықпайтын, келсең кел деп тұратын духовец келіншектер болады негізі. Себебі тұрмыс құрған соң төркіннен алыс кетеді. Жылына барса бір рет қана, болмаса 2 жылда бір барып тұратындар да бар. Оларда бір проблема бола қалса, жүгіріп келіп көмектесетін туышы жоқ. Қонаққа барарда баланы қарай тұр дейтін, немесе қонақ шақырғанда келіп көмектес дейтін апалы, сіңілі жақындары да жоқ. Үлкен өмірге тек күйеуіне сеніп, бүткіл өмірін артқа тастап, жаңа өмірге бастауға көз көрмес, құлақ естімес басқа қалаға кетеді. Бұл қадамға кез келген қыздар бара алмайды. Көбі әке-шешесінің қасында, бір қалада болғанды жөн көреді. Тек духы мықты, батыл қыздар ғана басқа менталитетке көніп, бөтен қалаға өз бақытын табуға кете алады. Сондықтан төркіні алыстағы қыздарды мықтылығы үшін бағалау керек. Алыста тұратын батыл құрбыңа жіберіп қой.